Сәлем достар, бүгін пицца қамырын дайындайтын боламыз. Бар болғаны 250 мл жылы суға 1,5 шай қасық дрожжи, 1 қасық тұз, 1 қасық қант және де 2 ас қасық сұйық май қажет. Барлық құрамды араластырып болған соң 500 грамм ұнды сүзгіден өткізіп құрамымызға қосамыз. Алдымен керегінше қасықпен былғап, содан соң қолыңызбен жақсылап илану үшін араластырсаңыз болады. Пицца қамыры өте жұмсақ және де жаюға ыңғайлы болып шығады. Қамырымыз дайын болған соң, жарты сағаттан соң пиццаңызды дайындай берсеңіз болады. Келесі видеода осы қамырмен жасалған болонезе пиццасының рецептімен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.